Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Құран Аллах Тағаланың адамзатқа жіберген қасиетті кітабы. Ол бізге қалай өмір сүруді, жақсылық пен жамандықты ажырата білуді үйретеді. Құран кімге түсті? Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға түсті. Аллах Тағала Құранды тікелей пайғамбарымызға емес, Жәбірейіл періште арқылы түсірілген. Құран алғаш рет пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам 40 жасқа келгенде Мекке қаласында Хира үңгірінде жиі барып, жалғыз қалып, Аллаға құлшылық ететін уақытында Рамазан айында Жәбірейіл періште келіп оған оқы деді. Құранның ең алғашқы түскен аяты оқы деген аят. Яғни алғашқы түскен аят Алақ сүресінің алғашқы 5 аяты. Оқы, жаратқан Раббыңның атымен оқы деп басталады. Осылайша Құран түсе бастады. Құран бірден түгел кітап болып түскен жоқ. Бір күнде емес, бір айда емес, 23 жыл бойында пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға аз-аздан түсіп отырды. Бұлай неге болды деген сұраққа адамдарға жеңіл болу үшін, аяттарды жаттап алу үшін, адамдардың сұрақтарына жауап беру үшін, оқиғаларға байланысты үкімдер түсіру үшін. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Жәбірейіл деген періштеден естіген аяттарды жаттап, сахабаларына үйрететін. Сахабалар да Құранды жаттап, жазып отырған. Олар аяттарды теріге, сүйектерге, құрма ағашының жапырақтарына жазған. Кейін Құран болып толығымен жинақталды. Құран бізге Аллах Тағаланы тануды, намаз оқуды, жақсылық жасауды, ата-ананы құрметтеуді, көркем мінезді болуды, адалдық пен мейірімділікті бойымызға сіңіруді үйретеді. Құран Аллах Тағаланың адамзатқа жіберген ең ұлы сыйы. Ол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға періште Жәбірейіл арқылы 23 жыл бойында түсірілді. Құранды оқып, үйреніп, өмірімізге амал етуімізді Алла баршамызға нәсіп етсін. Досым, Құран кімге түсті? Құранды қай періште жеткізіп отырды? Құран алғашқы аяттары қалай түсті? Құран қанша жыл бойында түсті? Құран бізге нені үйретеді? Осы сұрақтарға жауап жаз. Пайдалы білім болсын. Аллах Тағала баршамыздан разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.